Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте ерекше етіп қазанда нан пісіретін боламыз. Ол үшін біз алдымен жылы суға қант пен ашытқыны салып, жақсылап араластырып 5 минутқа қоямыз. Одан соң алдын ала еленген ұнымызға тұз бен ерітілген сары майонезді құйып, қамырымызды илейміз. Алдын осылай қасықпен араластырып аламыз, одан соң қолымызбен қаттылау қамыр илейміз. Қамырымыз осындай болып шығады. Енді оны 1 сағатқа ашытып қоямыз. Одан соң алдын ала қазанымызды дайындаймыз. Отқа осылай қазанды қойып қыздырып аламыз. Одан соң қақпағында отқа қойып аламыз. Қамырымыз мінекей әдемі болып ашыды. Енді осыны 2 бөлікке бөлеміз. Енді қамырымызды осылай қолмен видеода көрсетілгендей етіп жаямыз, ортасын жұқалап. Енді қамырымызды аударып, артына осылай салқын су жағамыз. Енді қызған қақпағымызға осы қамырымызды осылай саламыз. Жабысуы қажет, үстінен басамыз. Қамырымыз қақпаққа қаттырақ жабысу үшін қолымызбен басып, одан соң осылай пышақпен кесіп аламыз. Енді осыны сүлгінің көмегімен осылай тағы басып шығамыз. Қызған қазанның үстіне осылай қақпақты қоямыз. Енді нан ұрғыштың көмегімен осылай үстіне басып шығамыз. Енді бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағып, одан соң күнжіт септім. Енді нанымыздың асты піскенше осылай 10-15 минутқа қоямыз. Одан соң қақпақты осылай ауыстырамыз. Отты баяу отқа қоямыз. 10-15 минуттан кейін нанымыз осылай пісіп шықты. Мінекей нандарымыз дайын болды. Өте жұмсақ, ерекше болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.